обыр бұдан 30-40 жылдар бұрын егер егде адамдар, қарт адамдарда ғана болатын болса, қазір обыр ауруы жасарып келе жатыр. Ол біз енді ойлаймыз, өнеркәсіп дамып, мынау өнеркәсіптің ауа райының нашарлауы, экологияның нашарлауы, одан кейін жастардың салауатты өмір салтын дұрыстап қолданбауымыз халқымыздың. Мысалы, қазір қимыл азайып кетті. Көбісі компьютердің алдында отырады, аз қимылдайды. Одан кейін мынау қазір фастфуд дейміз, тез тамақтан, оның әртүрлі қоспашалар, кезінде біз табиғи тамақтар, ет, сүт, май табиғи болатын болса, қазір мынау қосымшалар қосылған фастфудпен мысалы тамақ ішеміз. Ол асқазан, басқа ауруларына әкеліп соқтырады. Одан кейін темекі шегу, қазір мынау жасанды темекі тартатын құралдар пайда болды. Оның тоже әлі зерттеулер жүріп жатыр, олар обыр ауруларына әбден әкеліп соқтыруы мүмкін. Одан кейін стресс, қазір өмірдің қарқыны тез дамығандықтан жастар стрессқа да ұшырайды. Оның бәрі жиналып келгенде жаңағы обыр ауруына әкеліп соқтыруы әбден мүмкін.